Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге тағы да Украина тақырыбын бір қысқаша талқылауды жөн көріп отырмын. Себебі Украинада біршама өзгерістер болып жатыр. Оны президент Зеленскийдің берген сұхбатынан да көрсек болады. Бұл бір. Екінші, Байденнің тарихи мәлімдемесінен аңғарсақ болады. Неге тарихи, ол жайлы да аз кем қысқаша айтатын боламыз. Бұл екі. Және үшінші, Путиннің жалпы Украинаға қатысты ұстанымы, Украинаға қатысты жоспары өзгерген сияқты. Енді ең бірінші жалпы осы Байденнің мәлімдемесіне келсек, Байден Еуропаға өткен аптада үлкен сапар жасады. Ол сапары Украина соғысына тікелей қатысты. Себебі ол Еуропадағы одақтастармен Украинаны қалай қолдаймыз, қалай қорғаймыз, ал Ресейге қандай қысымдар жасаймыз, яғни қысым болғанда санкцияны қаншалықты күшейтеміз, қай тараптан күшейтеміз, бұл бір. Екіншісі, санкцияны күшейтетін болсақ, ендеше Еуропаның өзіне де келіп тиетін зияндары бар. Оның ішінде энергетика мәселесі бойынша оны қалай шешеміз, оны қалай реттейміз деген мәселені талқылады бұл екі. Үшінші, Украинаға қандай қару-жарақты береміз деген мәселені талқылап отыр. Енді ең бірінші осы мәселелер бойынша Байден бірқатар кездесулер өткізіп, артынша Польшаға келді. Польшада НАТОның құрамындағы ақш-тың ең көп әскерінің бірі шоғырланған ел осы Польша болып табылады. Польшаға келіп, жаңағы Украинаға қатысты бірқатар мәлімдемелер жасады. Сол мәлімдемелердің ішінде ең маңыздысы, ең дұрысы мынау деп ойлаймын. Ол ең біріншісі, бұл Ресеймен қақтығыс, яғни былайша айтқан кезде автократия мен демократияның арасындағы қақтығыс жылдамай арада аяқталмайды, өте ұзаққа созылады деді. Бұлдан нені түсінеміз? Демек, Украина жеріндегі соғыс жақын арада біте қалу екіталай. Яғни соғыстың қызу фазасы бүгін ертең бір айдың ішінде бітуі мүмкін. Яғни қалаларды бойынша позицияларды анықтау деген сияқты Ресейдің жоспары өзгеруі мүмкін. Бірақ жалпылап алған кезде НАТО Ресейдің үлкен қателік жасағанын түсініп отыр. Украина жеріне кірген Ресей қазір жылдам арада келіссөздерді аяқтап, өзіне тиімді позициямен бұл соғысты бітіргісі келеді. Оны ашықтан ашық айтпаса да, ол сарапшылар тарапынан да, ол қазіргі болып жатқан Ресейдегі саяси қозғалыстардан да, экономикалық жағдайдан да түсінікті. Ал батыс Ресей осы бір қақпанға, өзі құрған қақпанға өзі түсіп қалды деген ойда. Яғни Ресей Украина жеріне қаншалықты ұзақ кіретін болса, Ресейге салынатын санкция соншалықты қуатты болады. Ресейдің әскеріне қарсы соғысатын күштердің де саны артады. Яғни былайша айтқанда еріктілердің Украина жасағына берілетін қару-жарақтың да сапасы мен саны арта түседі. Яғни Ресей әскери тұрғыдан көбірек шығын шегетін болады, экономикалық тұрғыдан көбірек зиян кешетін болады. Сондықтан да батыс Ресей Украинадан жылдам арада шығып кетпейсін деген сондай бір көзқараста отырған сияқты. Бір жағынан алып қараған кезде бұны КСРО-ның Ауғанстанға кіріп, Ауғанстанда 10 жыл бойы түк бітірместен қалып, әскери тұрғыда мыңдаған шығын, адамны қаза тапты, экономикалық тұрғыда миллиардтаған доллар жаңағы зардап шекті. Ақырында біз Ауғанстан соғысы үшін КСРО қандай зардап шеккенін жақсы білеміз. Яғни Ауғанстаннан 89 жылы шығып кетті, ал 2 жылдан кейін КСРО атты мемлекет, империя адамзат тарихында мүлде келмеске кетті. Сондықтан да мүмкін батыстың қазіргі болып жатқан, ұстанып отырған саясаты да Ресейге қатысты осы сияқты. Яғни КСРО-ның орнында Ресей, Ауғанстанның орнында Украина. Бұлайша алып қараған кезде. Және Ресей қаншалықты Украина батпағына, ұйығына бататын болса, ол соншалықты зардап шегеді. Міне, батыс осындай бір ұстанып отыруы мүмкін. Енді Байденнің жаңағы ұзаққа созылатын текетірес басталды дегенді бір жағынан осылай түсінуге болатын сияқты. Екінші мәселе жалпы Кремль өзінің стратегиялық және тактикалық тұрғыдан қателік жіберген жақсы түсініп отырған сияқты. Сондықтан қазір біршама өзгерістер жасау үстінде. Яғни енді Кремль 40 миллион халқы бар, Еуропадағы жер көлемі жөнінен ең ірі мемлекеттің бірі саналатын Украинаны толыққанды әскери тұрғыдан басып алу,
режимді ауыстыру және Украинаны жұтып алу мүмкін еместігін сезінеді, біледі. Сондықтан да ол жоспарларын өзгерте бастаған сияқты. Ең біріншісі ол Украинаны толық басып алу емес, Украинаның оңтүстігін өзі бағындырғысы келетін сияқты. Яғни Украинаның оңтүстігі дегеніміз бұл жерде Херсон аймағы, бұл жерде Мариуполь, бұл жерде Одессаны алуға талпынуы мүмкін. Яғни оңтүстігін толыққанды өзінің бақылауында ұстап, сол арқылы жаңағы Қырымнан Херсон маңына жол салу, ал Херсон арқылы Ресейдің тағы бір сепаратистік іс әрекетінің нәтижесінде пайда болған Молдованың бүгінде бас ауруына айналған Приднестровьеға дейін жол салу. Яғни осы бір мәселені қамтамасыз еткісі келетін сияқты. Сол арқылы Ресей алдыңғы уақытта жалған референдумдар арқылы, яғни Қырымда өткен референдум сияқты 2014 жылғы жалған референдумдар арқылы Луганск, Донецк, Херсон маңы, Одесса маңы және Приднестровьені толыққанды өзінің құрамына қосып алмақ ниеті бар сияқты. Себебі Ресейдің қазіргі болып жатқан жасап жатқан іс әрекеті соған ұқсайды. Бұлайша алып қараған кезде Ресей Украинаны екіге осылай бөлшектеу жоспарын қойып отырған сияқты. Яғни бастапқы жоспар ол Украинаны толыққанды жаулап алу және сол арқылы режимді құлатып, өзіне лоялды режимді орнату, сөйтіп қуыршақ үкімет арқылы Украинаны басқарып отыру мәселесін қойған болса, ал қазір оның тәбетінің тым жоғары екеніне қарамастан ол жоспары іске аспайтынын көре отырып, осындай бір екінші жоспарды қойып отырған сияқты. Себебі соңғы уақытта Ресейдің әскері оңтүстік бағытқа өте көп шоғырланып жатыр, әсіресе Херсон маңына, және ең көп әскері қазір Мариуполь маңында шоғырлануда. Жалпы Мариупольға қатысты айтатын болсақ, Мариуполь Ресей үшін ең үлкен басты проблемаға айналды. Ал Украина үшін бұл үлкен бір трагедияның көрінісі десек болады. Себебі Мариуполь қаласында 400 мыңнан астам халық болған, қазір 160 мың халық бар дейді. Қаланы күні-түні атқылап жатыр. Қалада үлкен гуманитарлық апат болуда. Халықта жейтін ас жоқ, ішерге су жоқ, жылу жоқ. Себебі көктем болса да әлі күнге дейін ауа райы суық, сондықтан үйлерге жылу берілу керек. Украинада қазірден бастап енді жылыту маусымы аяқталып келе жатыр, бірақ соған қарамастан әлі де көктемнің ызғары бар. Сондықтан да, яғни қыстың ызғары бар, сондықтан да әлі күнге дейін жылу берілу керек. Ал қалада жылу қазандықтарының барлығы тас-талқан болған, бейбіт халық қырылып жатыр. Тіпті қала көшелерінде Ресей әскері де, қаланы қорғап тұрған Азов полкының жасақтарының мүшелері де, бейбіт тұрғындардың да мүрделері әрбір жерде шашылып жатыр. Оны осы қаладағы бейбіт тұрғындар түсіріп әлеуметтік желілерге жариялауда. Қаладағы тәуелсіз тілшілер, әсіресе батыс тарапынан келіп қаланың трагедиялық жағдайын түсіріп жатқан тәуелсіз тілшілер де жариялауда. Яғни Мариуполь Украина үшін трагедияға айналды, ал Ресей үшін бір алынбас қамалдай сондай бір қайсарлықпен қарсылық көрсетіп жатқан қалаға айналды. Жалпы енді Мариупольда шындығына келген кезде Украина жасақтарының басым бөлігі шығып кеткен. Қаланы қазір ұлттық жасақ саналатын Азов полкі ғана ұстап тұр. Себебі Азов полкының басты шыққан өкілдері осы оңтүстік шығыс Украинадан және шығыс Украинадан шыққан. Жалпы полктың құрамының 60-70% шығыс Украина жігіттерінен тұрады екен. Сондықтан да қазір Мариуполь қаласында кей деректер бойынша 5 мың, кей деректер бойынша 7 мыңға жуық Азов полкының жігіттері бар. Және міне осы Азов полкының мүшелері қаланы табандылықпен ұстап тұр. Бірақ оларға қандай да бір резервтік күштерді жіберу, немесе қандай да бір азық-түлік, қару-жарақ, оқтар жіберу мәселесі шешілмеген. Себебі Мариуполь толыққанды қоршауда. 4 жағынан да қоршауда қалған, барлық бағыт бойынша қалаға жол жабық. Сондықтан да Мариупольді алу Ресей үшін басты мәселе болып отыр. Себебі Мариупольді бағындыратын болса, және Мариупольді бағындырғаннан кейін барып Ресей бір келіссөздерге отырып өзінің позициясын анықтайтын сияқты. Сондықтан да Ресей Мариупольді бағындырмай тұрып, Мариупольді басып алмай тұрып, басқа бағытта анық және ашық шабуылдарға шығу екіталай. Оның үстіне басқа қалалардың қарсылығы дәл Мариуполь сияқты болатын болса, ендеше Ресей әскері сөзсіз қазір әлемдік рейтингте 2-ші орында тұрған Ресей әскері үлкен шығынға ұшырап, ол позициядан бірнеше позицияға астыға түсіп кетуі әбден мүмкін.
Енді Мариупольға қатысты оның ұстанып отырған тактикасы былайша айтқанда выжженная земля, яғни қаланы жермен жексен етіп жатыр, өртеп жатыр. Қалада бір сау тамтығы қалмаған, қаланың бүтін бір үйлер жоқ, ғимараттар жоқ, тас талқан етіп жатыр. Яғни қаланы қаншалықты қиратып алатын болсақ, өзге қалалардың Ресей әскеріне көрсететін қарсылығы соншалықты төмендейді деген бір ой позицияны ұстанып отыр. Сондықтан да Ресейдің қазіргі ұстанып отырған позициясын бір қырынан алып қараған кезде Ресей Украинада кезіндегі КСРО мен Америка құрама штаттары ұстанған, былайша айтқан кезде социалистік әлем мен капиталистік әлем ұстанған саясатты, Кореяда ұстанған саясатты Украинада жасағысы келетін сияқты. Яғни Украинада өзіне тиімді және өзіне керек аймақты бөліп алуға талпынатын сияқты. Әрине бұл жерде Украина әскерінің оған жол бермеуге барын салатыны анық, және менің ойымша ол жоспары Ресейдің іске асуы да екіталай. Себебі Украинада тектен-тек жатқан жоқ, Украинада резервтік күштерінің санын арттыруда, және Ресей әскерінің қазіргі жасап жатқан іс-әрекеті мен Украина әскерінің жасап жатқан іс-әрекетін салыстырып алып қарайтын болсақ, Ресей кәсіби әскерімен қоса, өздері кәсіби әскер деп атаған әскерінен бөлек резервтік күштерді және сепаратистердің құрамындағы Луганск және Донецктегі қарапайым азаматтарды ешқандай әскери қабілеті жоқ, әскери борышын ғана мүмкін өтегендері бар шығар, өтемегендері бар. Яғни қарапайым азаматтардың қолына қару-жарақ ұстатып, бір апта ғана үйретіп, алдыңғы шепке жіберіп жатқан көріп тұрмыз. Ал Украина керісінше, Украина жасақтарының басым бөлігі 35 және 25 жас аралығындағы жігіттер, яғни біршама алып қараған кезде отбасын құрған, әскери дайындықтары мығым және мемлекеті үшін, өзінің отанын қорғау үшін, өзінің отбасын қорғау үшін бара жатқан және не үшін соғысатынын білген, мотивациялық тұрғыдан соғысуға бар ынта-жігері бар азаматтар. Яғни моральдық рухы жағынан біршама жоғары. Ал Ресей әскерінде ондай позиция жоқ. Сондықтан да Ресей әскері қазіргі таңда өзі қойған жоспарларының бір қатарын іске асыра алмады. Бастапқыда айтқан Блицкриг жоспарының Б деген әріпте қалмаған сияқты. Сондықтан да ол жаңағы бір ғана қаланың өзіне осыншалықты күш жігерін салып жатыр, Мариупольға. Ал егерде Мариупольді алатын болса, ендеше Ресей әскері сөзсіз, менің ойымша, Мариуполь бағытынан Херсон бағытына қарай жылжиды. Херсон Ресей әскерінің қолында қазіргі таңда. Батыстық ақпарат құралдары мен Украина тарапынан Херсонға бірнеше мәрте Украина жасақтар шабуыл жасалғаны, тіпті Херсонның бірнеше ауданына кіргені жайлы нақты ақпараттар мен видео және фото дәлелдемелер шықты, бірақ қаланы ала алмаған сияқты. Сондықтан да себебі Херсонды беріп қоятын болса, бұл Ресей үшін үлкен жеңіліс. Себебі ең басты басып алған ең үлкен ірі қаласы осы Херсон қаласы болып тұр Мәскеу үшін. Сондықтан оны өліспей беріспейтіні анық. Егер Мариупольді алатын болса, ендеше Ресей барлық күші Мариуполь бағытынан бөлек осы Херсон бағытына қарай топтастыратын сияқты. Ал Херсоннан бері жылжып Одессаны алғаннан кейін бірнеше бағыт арқылы ол жаңағы Приднестровьеға жол ашатын сияқты, және осы арқылы бірнеше қалалардың арасындағы жолдарды бақылауда ұстау арқылы Луганск пен Донецкте референдум жасап, оны өзінің құрамына қосуға талпынып, Украинадағы соғысты осылайша аяқтағысы келетін сияқты. Бастапқыдағы денацификация жоспарынан бас тартады деп ойлаймын Ресей, өйткені ол жүзеге аспайды. 40 миллион адамның барлығын нацист деп жаңағы баға беру мүмкін емес екендігін өзі жақсы түсінеді. Оның үстіне расымен де Украинада ешқандай нацизм жоқ, Украинада елін жерін қорғайтын позиция ғана бар. Бұл бір. Екіншісі, режимді ауыстыруға қатысты да үндеулер жасады. Тіпті Путин соғысты бастаған күннің өзінде Украина әскерлеріне үндеу жасаған болатын. Президенттеріңді, қазіргі билік басында отырған адамдарды төңкеріп тастаңдар, оларға қарағанда сендермен біз келісім жасай алатын сияқтымыз деп. Бірақ оның да іске аспайтынын жақсы түсінген сияқты. Сондықтан да Мәскеу соңғы уақытта бұл мәселені мүлде айтпайтын болды. Ал енді Украина соғысы және Украина келіссөздері қаншалықты тиімді позицияда аяқталатыны Украина үшін алдыңғы уақытта біз көретін боламыз. Бұл жерде бір дүние анық. Украинада соғысты жылдам аяқтағысы келеді. Себебі Украина өзінің қауқарының қаншалықты бар екенін көрсетті. Бірақ Украинаның да шығыны орасан. Ресми дерек бойынша 3,8 миллион адам елден босқын болып кеткен. Ал ішкі босқынның саны 5 миллионнан артады.
экономикалық шығын ондаған миллиард доллар, кей сарапшылар 100 миллиард доллардан асып кетті деген көзқарас айтып отыр. Тасталқан болған темір жолдар, қираған ғимараттар, бомбаланған әуежайлар, өртенген үйлер, жаңағы істен шыққан өнеркәсіп кешендері, бұның барлығы Украина экономикасын ұзақ жылдар бойы артқа шегіндіріп тастайды. Сондықтан да Украинада соғысты жылдам аяқтауға талпынып жатыр. Бұл жерде келіспейтін бір ғана дүниесі бар. Украина әділетті соғыста өзінің территориалдық мәселесін толыққанды шешкісі келеді. Әрине ол Қырым мәселесі бойынша Зеленский өзінің мәлімдемесін жасады. Яғни бұл соғыс қалай аяқталса да Қырымды Украина қайтарып алу екіталай. Қырым бәлки Путин режимі кеткеннен кейін референдум арқылы Украинаға қайтадан қосылуы мүмкін, немесе санкциялардың нәтижесінде Украинаға Путин режимі кеткеннен кейін санкцияларды азайту үшін, санкциялық қысымды жаңағы әлсірету үшін Батыс пен Ресейдің тарапынан келісімдер жасалып Украинаға берілуі мүмкін. Себебі өзіміз білеміз, кеңес үкіметі құлаған кезде немесе құлайтынның алдында ГДР мен жаңағы ГДР мәселесін шешу бойынша екі тарап келісіп, Батыс пен кеңес үкіметі арасында келісім болып, екі Германия қосылды. Сол үшін Горбачев Нобель сыйлығын алды деген сияқты. Дәл осындай сценарий Қырымды Украинаға беру арқылы Ресейде де қайталануы әбден мүмкін. Себебі тарих қайталанбалы дейді. Сондықтан да осындай бір сценарийлерді көріп қалуымыз мүмкін. Жалпы Украина бағытындағы жаңалықтар алдыңғы таңда қыза түсуі әбден мүмкін. Себебі Ресей қазір бірінші фазадан кейін екінші фазаға толыққанды дайын болмаса да біршама күштерін шекара маңына, әсіресе Белоруссия мен Ресейдің өзінің ішінде топтастырып үлгерді. Жасырын мобилизацияда болып жатыр. Міне осы күштерді екінші фазаға дейін салу мүмкін. Тіпті кей ақпарат деректерінде Ресей соғысты 9 мамырға дейін аяқтауға ниетті деген ақпараттар да бар. Оны да негізсіз деп айтуға болмайды. Себебі Ресей үшін 9 мамыр қашанда ең бірінші екінші дүниежүзілік соғыстағы кеңес Герман фронтының аяқталуымен емес, жалпы Ресей үшін соңғы жылдары бұл тұтастай бір идеологиялық мерекеге айналып кетті. Сондықтан да Ресей 9 мамырда Киевке қатысты, Украинаға қатысты соғысты өзінің көзқарасы бойынша жеңіспен аяқтадық деп халқына мәлімдеп, Путин өз рейтингін көтеріп алғысы келеді. Санкциядан қиналған халықтың көзқарасын осылайша бір идеологиялық тұрғыдан алдап қою мәселесінде ойластыру әбден мүмкін. Сондықтан да алдағы уақытта Украинадағы соғыс алдағы 2 апта, 3 аптаның ішінде қызуы әбден мүмкін. Себебі Ресей соғысты 9 мамырға дейін аяқтауға тырысуы ықтимал. Жалпы қысқаша айтқанда осы. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.